Сәлем достар, сіздермен бірге саяхаттаймыз арнасы, және де бұл интернеттен ақша табатын канал. Сондықтан да біздің каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз Napivas бот деген телеграм бот арқылы ақша табатын боламыз. Бұл бот шынымен де 100% ақша төлейді. Бұл боттың ссылкасы бірінші комментарияда болады, сол жақтан өтіп ақша тауып бастасаңыз болады. Бұл ботқа кіре салысымен ең старт дегенді басамыз. Сосын барып играть деп басамыз. Сосын ойынның правиласын айтады. Бұл жерден біз сұрақтарға жауап беру арқылы ақша таба аламыз. Әрбір сұраққа 10 рубль береді, яғни әрбір сұраққа 60 теңгеден береді примерно. Және де 10 сұраққа жауап беріп, 600 теңгені қалтаңызға сала аласыз. Өзіңіз ойлап қараңыз, просто 10 сұраққа жауап бересіз, дұрыс жауап берсеңіз, 600 теңге сіздің бір күн. Тіпті достар, жарты сағаттың ішінде осы 600 теңгені тапсаңыздар болады, ал бір күнде 6000 теңге смело таба аласыздар. Сосын барып достар, мен сұрақтарға жауап беру арқылы ақша таптым. Сосын барып мой профиль дегенді бастым да. Осы жерде мой профиль дегенді бастым. Сосын барып осы жерде вывод средств дегенді бастым. Сосын барып мен өз ақшамды, достар, мен ақшамды Kiwi кошелекқа аударып алдым. Мен өзімнің Kiwi кошелек нөмірімді жаздым. Сосын барып 10 рубль деп сумманы жаздым. Сосын барып заявка поставлена в очередь деп сообщение келді маған. Сосын барып ертесіне сумма 10 рубль выплачено деп сообщение келді. Kiwi'ме кіріп қарасам 10 рубль шынымен де келген екен. Қазір мен шынымен де көрсетейін. Достар, мінекей менде 12 рубль тұр дәл қазір. Менде алдын 2 рубль тұрған болатын, ал қазір 10 рубль түскен соң 12 рубль болып тұр. История деген жерді басып жүрейін. Вот, достар, міне. Выплата номер бірдеңе, в общем, бір сандар, әйтеуір. И бот, Napivas бот деп тұр. Мінекей достар, нағыз дәлел. Мінекей қараңыздар, ешқандай өтірік емес. Мына жерде дата барлығы жазылған. Kiwi кошелек номер транзакции статус успешно деп тұр. Ең бастысы, менің ақшам өзіме келіп түсті. Осылай Napivas деген боттан ақша таба аласыздар. Ссылкасы бірінші комментарияда болады, сол жақтан өтіп ақша табуға болады. Сіздермен бірге болған саяхаттаймыз арнасы. Келесі кездескенше.